Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жаңа жылдық дастарханға арналған ерекше көріністегі керемет салат дайындайтын боламыз. Салаттың құрамы қолжетімді заттардан тұрады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Тағы да YouTube каналымда осы салаттың рецептісі бар. Ең алдымен салатымызға қажетті заттардың барлығын алдын ала турап, тұзды суға пісіріп аламыз. Мен колбаса қолдандым. Сіздер қалаған піскен тауықтың етін немесе ет қолдансаңыздар да болады, немесе селедка қолдансаңыздар да болады. Сосын піскен картошкамызды теркадан өткізіп аламыз. Тұздалған қиярымызды да майдалап көбіктеп турап аламыз. Мен қыста жапқанмын. Осы рецепті көрсеңіздер болады, описанияға қалдырамын. Сосын піскен сәбізімізді осылай теркадан өткізіп аламыз. Сосын піскен жұмыртқамызды да теркадан өткізіп аламыз. Сосын жарты банка кукурузымыз керек болады. Арасына жаққанға осында майонез қолданатын боламыз. Сосын теркадан өткізілген сыр. Ал енді салатымызды бастаймыз. Осында кольцоға жинайтын боламын. Ортасына бокал қоямын. Ең бірінші осында колбасамызды салып шығамын қасықтың көмегімен. Сосын үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Майонезіміз жақ болған соң піскен картошкамызды саламыз да үстін қасықтың көмегімен басып шығамыз. Басқандарыңыз абзал. Кольцоны шешкен кезде салатымыз шашырап кетпейді, нығыздалып әдемі болып тұрғаны дұрыс. Сосын үстіне майонезімізді сеуіп шығамыз да қасықтың көмегімен біркелкі етіп жағып шығамыз. Татымына қарай тұз, бұрыш себеміз. Үстіне тұздалған қиярымызды саламыз. Үстін қасықтың көмегімен міндетті түрде осылай басып шығыңыздар. Басып болған соң тағы да майонезімізді жағамыз. Келесі кезекте піскен сәбізімізді саламыз. Оны да қасықтың көмегімен осылай басып шығамыз да үстіне тағы да майонез себетін боламыз. Майонезімізді барлығын осылай қасықтың көмегімен тегістеп болған соң үстіне теркадан өткізілген жұмыртқамызды саламыз. Тағы да қасықтың көмегімен тегістеп шығып майонез себеміз. Үстіне жарты банка кукурузымызды саламыз. Кішкене майонезімізді жағып, ең соңында осында теркадан өткізілген сырымызды саламыз. Осымен біздің мерекелік дастарханға арналған салатымыз дайын болды. Алда менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көріңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал сіздерге ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте әдемі болып шығады.